Саламатсыздар ма оқушылар? Отырыңдар. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бармақпен көрсетейікші, былай. Керемет, барлықтар көңілдер күйлер керемет екен. Ал енді сабаққа дайындығыңыз қалай? Осылай иә? Жарайсың. Ал енді балалар қазір сабақты бастамас бұрын 3 топқа бірінші топқа Нұржігіт, Саян, Іңкәр, Кәмшат. Екінші топқа Ердәулет, Едіге, Еркеназ, Еңсері. Үшінші топқа Зарина, Чинара, Жан, Әлеміз. Ал енді балалар қазір біз сендермен есесіне мен жаттығуын орындаймыз. Алдарында кішкене ғана парақшалар берілген. Оқимыз. Алғашқы жай сөйлем берілген, екінші жай сөйлемді өздерің қосып. Бастаймыз. Бірінші топ. Мен өзім туралы көп ойламаймын, оның есесіне өте жауапкершілігім жақсы. Жарайсың. Менің аяқтарым ұзын емес, оның есесіне адалмын. Жарайсың көріңіз. Мен көп үндемейтін адаммын, оның есесіне сабақты жақсы. Жазылып әдемі емес, оның есесіне мен ережелерді жақсы жатаймын және тез. Жақсы. Ал енді қараңдар. Бірінші топ тобы, екінші топ ұстаз, үшінші топ құндылық тобы. Ал енді құндылық демекші, құндылықты қалай түсінесіздер? Құндылық деген не? Ердәулет? Құндылық дегеніміз, құндылық тек ақша, байлықпен сыналмайды. Құндылық деген адамның адамгершілігі және оның санасы, ол да құндылыққа жатады. Жақсы, құнды деген сөзі бірден көз алдыңызға не елестейді? Адамның жақсы қасиеттері, жауапкершілігі. Ал енді балалар, Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы бойынша қазір қандай ай? Зарина? Қазір әділдік және жауапкершілік айы. Әділдік және жауапкершілік айы. Ал аптада сөзіміз? Аптада сөзіміз тура биде туған жоқ. Оны қалай түсінесіңдер? Тура биде туған жоқ дегенде, бұрындары біздің шешендеріміз бүкіл ел басқарған кезде өзінің туысқандарын бөліп қарап, бүкіл емес, бүкіл адамдарға бөліп жармай, бүкіл адамдарға бірдей қарап, бірдей демеген. Керемет. Ал қазір балалар мазмұнымызды тақтаға аударамыз. Балалар қазір біз үй жұмысы еске түсіру үшін сиқырлы сандық ойын ойнаймыз. Бірінші топ қайсы сандықты ашайын? Ердәулет. Есімшеге мысал келтір. Мен түнде шығарма жазбақ едім. Бұл жерде жазбақ журналы бақ. Жазбақ деген етістік журналы бақ. Жарайсыңдар. Келесі. Екінші топтан қай сандықты ашайын Нұржігіт? Бесінші тапсырма. Бесінші сандық. Келген кісі төрге шықты. Сөйлемде келген есімшесі қандай қызмет атқарып тұр? Келген деген сын есімнің қызметін атқарып тұр. Қандай сұрақ қоюға болады? Қандай кісі? Келген кісі, жарайсың. Бір балл. Енді үшінші топтан кім? Екінші сандық. Екінші. Ал есімшенің жұрнақтарын ата? Есімшенің жұрнақтары ған, ген, қан, ген, алер, рысы, мақбек, пақбек. Назар аударайықшы. Қазақтың әйгілі актрисасы. Ол сахнада шынайы ойнауымен, әр кейіпкерге жар берумен танылған. Арнайы білімі болмаса да, табиғи таланты мен еңбегі арқылы үлкен жетістікке жеткен. Ана жер ана қойылымындағы толғанай рөлі оның ең жарқын бейнесі болды. Сәбира Майқанова өнерге адал, сабырлы, рухы биік тұлға. Ол кейінгі ұрпаққа үлгі болатын дара актриса. Ал енді бейнебаян. Зарина? Бұл бейнебаянда Асанай Рашимов өзінің Сәбира Майқанованың өзі пір тұтатындығын айтып жатыр. Пір деген сөз қалай сөзіңдер? Пір деген не? Кім бұл пір деген? Пір дегеніміз ол бізді тура жолға салатын, яғни бізге әрдайым көмектесетін, мысалы біздің піріміз ата-анамыз, ұстазымыз болсын. Сендердің ата-аналарының пірі кім деп ойлайсыңдар? Оның ата-анасы. Тек ата-аналар ғана пір бола ала ма? Қалай ойлайсыңдар? Ердәулет? Жоқ, ата-ана ғана емес, басқа тұлға да болды. Ол жай тұлға емес, ұстаз, яғни дана адам болады. Көрген білгені көп, бағыт бағдар беретін, өте қадірлі адамдар, иә? Ал енді бүгінгі сабағымыздың жаңа тақырыбы қандай болады деп ойлайсыңдар? Қандай болады? Менің ойымша бүгінгі сабақтың тақырыбы менің пірім деген тақырып болады.
Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің түрім. Дәптерді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Қараңдар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің түрім, есімшенің есімде жүр түрлері бар. Суретті кімді көріп тұрсыздар? Кім жа? Сабира Майқанованы және де Асанәлі Әшімовты. Сабира Майқанова туралы білесіңдер ме? Кім бұл? Кім айтады? Зарина? Сабира Майқанова өте жаны жайсан, ер мінезді, өте танымал актриса. Білесіңдер, ал бұл Асанәлі Әшімов ше? Асанәлі Әшімов кино режиссері әрі мықты актер болды. Енді сабағымыздың мақсатына келіп тоқталайық. Сабағымыздың мақсаты бүгін оқылым стратегияларын қолдану, яғни комментарий жасау, іріктеп оқу, зерттеп оқу және етістіктің есімше, көсемше, шарт, ай түрлерін тілдесім барысында қолдану. Бүгін осы мақсатқа жетуіміз керек. Ол үшін біз не істеуіміз керекпіз? Мәтінді жарқылап түсініп алып, комментарий жасау керекпіз, іріктеп оқу керекпіз, зерттеп оқу керекпіз. Және осы тапсырмаларды орындау барысында етістіктің есімше және есімше, көсемше, шарт, ай түрлерін қолдану керекпіз. Әсіресе мына есімшені барынша дұрыс қолдануымыз қажет. Критерийлер сабағымыздың оқылым стратегияларын қолданады, комментарий жасайды, іріктеп оқиды, зерттеп оқиды, етістіктің есімше түрін тілдесім барысында қолдана алады. Ал қазір енді топтық жұмыс жасаймыз. Бірінші топ, бір тобы сендер мәтінді оқып, комментарий жасасыңдар. Екінші ұстаз тобы мәтінді оқып, қалай оқисыңдар мәтінді? Зерттеп оқисыңдар, иә? Үшінші топ, құндылық, сендер қалай оқимыз? Іріктеп оқимыз. Ал ол үшін біз бірінші мәтінді оқып алайық, жақсылап. Менің пірім Сабира. Жаны жайсан, ер мінезді актриса Сабира Майқановамен өнерде ғана емес, өмірде де арамыз ажырамады. Құдай қосқан көрші болдық. Мәди мен Сақиға туған анасындай қамқор болды. Қос қозым да ол кісіні құдайдай сыйлайтын, алдын кесіп өтпейтін. Сәкең де арнайы әдісін қолдана отырып, мәтінді іріктеп оқу берілген еді. Ол жерде маңыздылығы жоғары 6 тірек сөз, ал маңыздылығы төмен 3 тірек сөз. Біріншісі пірім, екіншісі ер мінезді, үшіншісі жаны жайсан, бесіншісі жүрегі алып актриса, алтыншысы өнерпаздық сахнаның алтын қоры. Ал маңыздылығы төмен 3 тірек сөз болса, біріншісі самаралық сары алтын, ал екіншісі сахна, үшіншісі қос қозы. Жарайсыңдар. Ал кім баға берейікші басқа топтар? Ал Зарина. Неге ондай баға берейін? Мен бұл топқа өте жақсы баға беремін, себебі құндылық тобы маңыздылығы жоғары тірек сөздерді өте жақсы жазған. Ал балалар енді тілдік бағдарға тоқталатын болсақ, есімшенің түрлену ғылымын тақырыбымыз. Есімшенің не екенін білеміз. Есімше түрленеді екен. Түрленгенде қалай? Септеледі, жіктеледі, тәуелделеді, көптеледі. Ал бір тобы, бір есімшені септеп жіберейікші. Мен көрген деген есімшені септесем, атау септі көрген, ілік септі көргеннің, парыз септі көргенге, тап септі көргенді, жат септі көргенде, шығыс септі көргеннен, көмекте септі көргенмен. Керемет, қалай баға берейікші? Қандай? Кереметте жақсы септеп жүр. Екінші ұстаз тобы. Сендер тәуел дейміз бір есімшені. Кез келген бір есімшені төлдейікші. Кімші? Мен баратын сөзін тәуелдейтін болсам, менің баратыным Барған деген сөзді тәуелдейікші. тәуелдейтін болсам, менің барғаным, сенің барғаның, сіздің барғаныңыз, оның барғаны. Егер көпшілігіне айтатын болса, біздің барғанымыз, сендердің барғандарың, сіздердің барғандарыңыз, олардың барғандары. Құндылық тобы кәдімгі барған деген сөзді жіктейміз. Мен барғаным, сен барғансың, сіз барғансыз, ол барған. Ал көпшілігіне айтып біз барғанбыз, сендер барғансыңдар. Ал балалар есімше түрлерге септеледі, жіктеледі, көптеледі және тәуелделеді. Ал бірақ мынандай бір нәрсені есте сақтаңдар. Есімшенің ар, ер, ма, не, бар, с тұлғаларына көптік жалғау жалғанбайды. Барлық жалғаулар есімшенің жұрнағына көптік жалғау жалғанбайды екен. Қайсыны жалғанбайды екен? Ар, ер, мас, не, бар, осыны еске сақтап, қазір тапсырма орындау барысында осыны ескере отырады. Ал бір тобы оқиықшы. Менің
Мухаммеде тін есімшенің жұрнағы. Бермейтін түбірі. Несі? Ашпаған бұл жерде аш түбірсіз, па болымсыз етістіктің жұрнағы, алған болса есімше жұрнағы. Айтқандарының айт түбір, қан есімше жұрнағы, дар көптік жалғау, тәуелдік жалғау, нұн іліксектік. Жатқан Жақсы, енді қазір балалар. Бір-бірімізге дәптерімізді алсаңыз, береміз. Бір-біріміздің жұмысымызды тексереміз. Тексеріп болса, бал қоямыз. Яғни, 3 есімше тапқан оқушыға 3 бал, 2 есімше тапқан оқушыға 2 бал, 1 есімше тапқан оқушыға тауып осылай. Қалған оқушыға 1 бал. Балдарды қоямыз, бағалы параны жазып. Сергіп алайықшы. Оюлар деген қазақтың ұлттық нақыштары құндылыққа жатады ма? Жатады, иә. Ұлттық құндылықтарымызға жатады деген, ұлттық ою өрнектер. Кәдімгі оюлар деген сергіту жаттығын орындаймыз. Қош келдіңіз. Ешкімге ұқсамайтын, өлмейтін мәңгілік мәнер. Бұл сөзде етістікке итін жұрнағы жалғанып, снесімнің қызметін атқарып тұр. Және өлме сөзіне итін жұрнағы жалғанып, қандай сұрағына жауап беріп, снесімнің қызметін атқарып тұр. Керемет. Жарайды. Балалар, қазір эстафеталық ойын ойнаймыз. Яғни, бірінші топ айтатынды, барғанын, жазарын, оқығанға бөлгеннен күнбекке деген сөздерді тақтаға шығып алдаймыз. Екінші топ көргеннен айтпастан білген көрсетуге, үшінші топ алмақтың өрлейтінге, барарға, оқитынге, жазатынға келетін сөздерін тақтаға шығып, бір оқушыдан шығып талдаймыз. Ал дискрипторы, септелген есімшелерді құрамына қарай талдаймыз. Қай септіктер тұрғанын анықтаймыз, уақыттан жылдан орындаймыз. Бір оқушыдан шығайық, тақтаға. Екінші оқушыда едалып тұрамыз. Келесі екінші оқушыда дайындап тұрамыз. Қайсы топ бірінші тез бітеді? Сол топ жеңеді. Бір балдан беріп шығайын сендерге. Зарина, дұрыс. Мына жақта қанша шықпай сен, көрсетеді. Жарайсың. Үшінші топтан кім шықты? Қай сөзге шықтың сен? Үшінші топ әрі жазады. Жарайсың, келеген. Келесі шыға береміз. Қайсы топ бірінші бітірген? Білген. Жарайсың. біздің топта Зарина 10 балл, Чинара 8 балл, Жан 8 балл, Тамирис 7 балл. Бізде жалпы балл саны 34 балл. Жарайсыңдар, керемет. Бізде Нұржігіт 10 балл, Бауыржан 8 балл, Кәмшат 10 балл, бүкілімізде қосқанда 28 балл. Балалар үй тапсырмасына өз түрің туралы 6-8 сөйлем жазамыз. Ол сөйлемдердің ішінде есімше болу керек. Түсінікті болды ма? Бүгін мен Сабира Майханова Асанара Ашимовтың пірі екенін білдім. Маған Сабира Майханованың құрбылары самородок сары алтын деген қызық болды. Және есесіне мен жаттығуы қызық болды. Мен есімшенің Р, Ар, Ер, С, Мақ, Мек, Пақ, Пек жұрнақтарынан көптік жалғау жалғанбайтынын білдім. Мен мәтінді комментарий жасап, зерттеп, іріктеп оқуды үйрендім. Бүгінгі сабақта өте
белсенді қатысқан оқушыларға, яғни 10 балдан жоғары балл алған оқушыларға 10 балдық сертификат. Мінекей, Ердәулет, Едіге, Нұржігіт, Кәмшат, Жан, Зарин, мінекей, бұл 10 балдық сертификат осы 90-ның аяғына дейін жарамды. Қазақ тіл сабағында 90-ның соңына дейін қолдануға болады. Жарайсыңдар, керемет. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.